қалай? Ойым бар кішкене, а так жақсы. Дайындығыңыз бәрі жақсы ма? Жақсы. Не айтасыз? 8-ші наурызды қалай өткіздіңіз? Дайындықпен өткіздім шыны керек осы. Кім құттықтады сізді? Мысалы, қыздарды поклонниктар негізі көп. Бірақ өзіміздің таныстардың арасынан бүйтіп ешкім құттықтамады. мысалы, қыздардың поклонниктері пайда болыпты, гүл жіберіпті. Сізде ондай бар ма? Жоқ десеңіз сенбейміз. Сол үшін иә дей беріңіз десей. Айтпайын десең, Бар ма? Демек, үндемегеніне қарағанда бар болып тұр, достар. Оны алдағы уақытта, бірінші кімнің несі болатынын біліп алайық, содан кейін 8 мартқа қайта ораламыз, достар. Сәлем оқырман. Бүгін қосылайық аруы басталған болатын. Қыздар өте үлкен дәрежеде дайындалған болатын. Сіздерге кім көбірек ұнады? Кімге өзіңіздің дауысыңызды бердіңіз? Енді фаворит тек менің ойымша Ақерке мен Айгүл сияқты. Және Аруна үштіктің ішіне кіретін секілді. Өте мықты таныстыру көрсетті. Енді қыздардың ойларын көрейік. Қандай ойда екен? Бірінші кезден таныстыру бітті. Қазір мен сол эфирден шыққаннан кейін тамақ ішуге келіп отырмын. Қолдап жатқан адамдардың саны өте көп екен. Прям өте қуанышты болып отырмын. Шыны керек, бұндай қолдау күтпеген едім сіздерге. Көптен көп рахмет. Даже қырғыз елінің адамдары, ол жақтың халқы прям қолдап жатыр. Қарақалпақстан, Өзбекстан баршаларыңызға көп рахмет. Мен қатты бір риза болып қалдым сіздердің қолдауларыңызды көріп. Ал Ақеркенің ойы қалай, көрейік? Бүгінгі таныстырудың нәтижесі тура өзімнің ойымдағыдан да асып кетті десем де болады. Аллаға шүкір, Алла деген енді барлығын көруші, көңілімізге қарай осылай бір бастамаң осындай болсыншы деп айтқан шығар енді. Енді Аллаға сансыз шүкір, қолдап жатқан адамдарға да үлкен рахмет. Қуанышым ұзағынан сүйіндірсін деп айтқым келеді. Бұны мен тоқтамаймыз. Әрі қарай да дәл осы темппен жалғасады бұйырса. Қыздарға сәттілік, тек алға, барлық қыздарға жеңіс тілейміз, мықты салат деген ойдамыз. Сіздерге кім көбірек ұнады? Кімге өзіңіздің дауысыңызды бердіңіз? Аруна қызым, тек алға саған сенеміз. Аруна танысуға қатысуға деді. Рахмет, көп. Бірақ енді деп қойған болды енді, басқа біреуге басқа айтып еді ғой, неге маған басқа айтты деген сияқты моменттер болды. Но енді қысым істедім, табей дедім. Бұйырғаны осы, ладно деген сияқты.